Бүгінгі істейтін сабағымыз ол Navigation Drawer деген Android Studio'дағы дайын несі шаблон. Бірінші Start New Android Studio Project деп ашамыз. Проект жасаған кезде, мына шаблондарды қолданатын кезде, шаблондарда өте көп файлдар ашылады да. Бұларды қолмен жазып отыруға болады, бірақ бір күніміз кетеді. Сол үшін егер проект бастайтын болсаңдар, бірінші егер осындай Navigation Drawer болса, қазір проекттерге қосу керек болса, осыны с нуля ашыңдар и осы жаққа проекттерін қосыңдар да, а не наоборот. Өйткені біздің өзіміздің проекттерде там Activity түсініп тұрмыз қалай болып жатқанын, лайауттар түсініп тұрмыз қалай болып жатқанын, оны көшіру оңай. А вот Navigation Drawer'дың ішінде көп нәрсе болып жатыр. Мына шаблонның ішінде барлық жерде не болып жатқанын мен өзім түсініп тұрған жоқпын. Дай асау қатты зерттеген жоқпын да. Өйткені зерттейтін басқа нәрселер көп. То же самое Firebase бар, база данных бар. Navigation Drawer істеп тұр болды да. Просто қалай жаңа меню енгізуге болады, қалай өзгертуге болады, аттарын, дизайндарын, соны білсек болды. Вот Navigation Drawer деп ашамыз, Next басамыз. Navigation, Navigation Drawer дей салайық. Navigation деген навигация жасайды. Яғни нерде менюлар тұрады да. Так, Java намы турасында тұрады и Finish'ті басамыз. Так, бізде Gradle build жасап жатыр. Қараңдар, Navigation Drawer ашып қолдану үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уже 8 layout уже готовы ашып тастаған да. Android'та бізде Activity бар, және Fragment деген бар. Осы Activity мен Fragment'ің қазір айырмашылығын көрейік. Ашылып жатыр да пока. Activity деген ол анау ішіндегі меню жасауға болатын, мысалы қалай түсіндіруге болады Activity'ді, былай түсіндірсек болады. Мысалы бізде общий тетрадь болады. Общий тетрадьтың сыртқы беті, артыңғы беті, функционалы барлығы бізде Activity деп аталады да. Общий тетрадьтың. Бірінші беті 3D болуы мүмкін, суреттері, немесе басқа да бір дизайнмен болуы мүмкін. Ал ішіндегі каждый парақтар, олар барлығы бірдей ғой. Ішіндегі парақтар ашылып жабылып жатқан моменттер, олардың барлығы Activity болып есептеледі. Фрагмент болып есептеледі. Фрагмент более тез жұмыс істейді фрагментпен, более легкий деп айтуға болады, чем Activity қарағанда. Каждый Activity ашылған сайын оны манифестқа енгізіп отыру керек та. А фрагментті манифестқа енгізу қажет жоқ. Фрагменттердің үст-үстінен былай ауыстыра беруге болады. Мысалы, бір Activity'ден келесі Activity'ге ауысу үшін intent қолданады, а фрагментке онда intent қажет жоқ. Фрагментте set fragment деген метод арқылы осы бір окошкадан екінші фрагментті былай перезапись жасауға болады. Суреттің бетін перерисование жасалған сияқты. Примерно түсіндіре алған сияқты деп ойлаймын, бірақ енді оны досконально походу проект жасатқанда түсінеміз қазір. Activity деген громоздкий, кішкене ауырлау и окошкаға қолданады. Фрагментті тоже сондай қолданады. Бірақ фрагмент Activity'сіз жұмыс істей алмайды. Мысалы, общий тетрадь ең алғашқы бетсіз жұмыс істей алмайды, сол сияқты фрагментте Activity жұмыс істей алмайды. Бірінші Activity қоямыз, оның үстіне фрагменттерді жинастырамыз. Так, біздің шаблон ашылды. Шаблондағы енді мынандай нелер тұрады. Лайауттар көрінеді. Давайте бірінші біздің функцияға кірейік. Функционалда мынандай үлкен нелер жазылады. Кодтар жазылып тұрады. Мысалы, create options menu деген бұл менюға арналған, бұл керек емес. On support navigation app деген мынау навигацияның ашылып жабылуына жасайтын метод. Бұл да бізге қазір өзгеріс жасауға керек емес. Мысалы, мына екен осылай жауып қоя саламыз. Мына жерде так, мына жердегі комментарияларды өшіре салайық. Жерде floating action button деген тұр. Бұл мына жердегі письмоның суреті тұрған баттын бар, ол floating button деп аталады болса. Көп жерде қолданады. Бұл да бізге қажеті жоқ. Осыны алып тастайық қазір. Бұл қай жерде тұр ол? Navigation'да тұр, фрагментте тұр. Мұна фрагментте тұр. Так, floating button бізге керек емес. Қалғандары осылай қалады. Осылай өзгеріс жасайды. Енді бұл жерде бөлу керек мынау. Navigation Drawer деген осы Drawer layoutпен жұмыс істейді. Navigation View деген осы функционалға жауап береді. Қысқаша түсіндіріп өтейін. Бірақ досконально түсіндіру қажет жоқ. Бізге өзгеріс жасайтын моменттер осы жерлер. Жаңа фрагмент ашылса өзгеріс осы жерде енгізіледі. Мына жерде қалған
нелер сетапта жасалып жатыр. Көресіз, мына жерде де бір нәрсе болып жатыр. Setup action бар with nav control, setup with nav controller деген мыналарды осылай жазылу керек. Бізге білуіміз керек жер тек қана мына жер болды. Main activity'де бұл общий navigation driver'дың control осы класста да. Бұл жерде қазір өзгертуіміз керек жер тек қана мына жер. Қалған ешқандай жерлерді өзгертпейміз, тура солай қалып кетеді. Toolbar дегені, app bar configuration дегендер осылай қалады. Енді, мысалы біз запуск жасайтын болса, бізде қазір 3 фрагмент бар. Fragment gallery, fragment home, fragment slideshows деген да. Ондай 3 класс ашылып қойған өзі. UI-дің ішінде gallery, home, slideshow деген нәрселер. Мына жерде еще модулмен ашылған. Модулда керек емес бізге негізі. Давайте бірінші бір фрагментті тазалайықшы. Мына жерде view модулмен ашу прям қажеті жоқ. View модулын бәрін тазалап тастаймыз. Не қайда? Inflate алып тастадым. Так, бәрін тазаладым. View дейміз да. Мына жаққа жазамыз да. Вот. Самый пустой фрагментті жасадық. Лишний без ничего. View home model дегенді өшіріп тастаймыз. Пока что бізге бұны қолдану қажет жоқ. Қолданған дұрыс, но информация көбейіп кетеді да, ол үшін оны қолданбаймыз. Міне, ең таза фрагмент бізде осы. Кәдімгі activity сияқты, бірақ extends, мысалы, обычно activity'да extends, мынандай appcompat activity деген болады ғой. То есть бұның parent бізде activity болады да. А фрагментте бізде parent фрагмент болады. Сол үшін фрагмент более легкий болады. Енді фрагментте тоже layout қолданылады. Мына layoutқа кіріп көрейік. Так, fragment home деп тұрады. Мына жерде текстін өзгертейік та, өзгеріп отқанын байқайық. Так, текст home фрагмент деп қойып. Так, home фрагментті тазаладық. Мына фрагменттерді қазір тазалаймыз. Пока бұлар өздерімен тұра берсін. Дальше істейміз. Енді навигация қалай болып жатыр. Навигацияда бізде мына жақта меню деген бар, және navigation деген екі файл бар ресурстардың ішінде. Navigation'де, мысалы, activity main drawer дегенде мынандай нелер бар. Біздің навигацияда класстарымыз жазылады. Мысалы, item home, item gallery, item slideshows деген. Бағана home деген жерде, мысалы, мына жерде ID, nav home деген. Бұл жерде өзгертуші, мысалы, бір жаңа тағы навигацияда меню енгізіміз десе, осы жерде енгіземіз. Itemға тағы бір енгізейік. Item, nav, мысалы, кабинет. Ана жерге nav кабинет дейік. Кабинет. Тайтылға через string жазылған. Біз пока осылай жазбақ қойық. My кабинет деп пока бұлай енгізе салайық. My кабинет. Айконға кез келген нәрсе қолдануға болады. Так, nav кабинет деген енгіздік қой. Енді осы навигацияға енгізу керек. Бұрында бұндай шаблон жоқ кезде навигация барлығын қолмен жазып отыру қажет та. Қазір қолмен жазу қажет жоқ. Мысалы, ID-ді аламыз да, mobile navigation деген ішіне кіреміз. Навигация бәрі осы ненің ішінде, тоже XML файлының ішінде. Міне. Nav home басылған кезде home фрагмент деген фрагментке өтеді. Навигация осы. Nav gallery дейтін кнопка басылған, ID басылған кезде мынаның ішіне өтеді. Бірақ мынау басылып жатқан моменттері бізге көрінбейді, қай жерде басылып жатқан моменттер. Бұл моменттер activity main'де мына жерде жазылып тұр просто. Мына жерге бір ID береміз, осы ID мен навигация жаса дейміз, просто болды. Мысалы, жаңа біз менюға енгіздік қой, фрагмент. Так, nav кабинет деген фрагмент енгіздік. Навигацияға барамыз да. Енді осыны навигациясын енгіземіз, мынаны көшіреміз. Мына жаққа қоямыз. Nav кабинет деген ID-ді аламыз да. Мұнда тура сонда ID-мен қоямыз. Енді бұл бізде қазір home фрагментке өзгереді. Home фрагментке екі навигация жасайтын класс болып қалды ғой. Сол үшін жаңа не ашуымыз керек? Фрагмент ашуымыз керек. Кабинет деген. UI-дің ішінде пакетчтарға бөлініп қойған, әр навигация әдемі болу үшін. Андай, үлкен проект болған кезде әр папканы бөліп жасаған оңайда, кейін ашып тапқанға да. Мысалы, жаңа мен пакетч ашам, кабинет деген.
Кабинетке жаңа фрагмент ашамын. Немесе home фрагмент деген copy paste жасай салайын. Copy paste қалай жасағанын көрсетейін. Copy жасадым да, мұнда барам да, paste деймін да, атын, фрагменттің атын my cabinet. Так, енді маған бұның layout'ын өзгерту керек. Layout'ты да copy paste жасам. My cabinet деймін да. Layout'қа кіреміз. Home фрагмент дегенді my cabinet фрагмент деп қойық. Өзгерттік. Енді мына жақта сол layout'ты өзін өзгертеміз. My cabinet деп. Так, жаңа фрагмент аштық. Пока біз навигацияның настройкасын жасап алайық. Потом мына жақта layout'ты өзгерте береміз да. Енді mobile navigation'де мына жерде уже home фрагмент қолданылмайды. My cabinet деген қолданылады. My cabinet деп мына жерсінде бүкіл путь жазылады. Біздің пакетчтің названиясы барлығы жазылады да. Сол my cabinet деген мұның соңында тұрады. Осын басамыз, бүкіл путь жазылған. Мына жердегі мен басында пакетч ашқан жерде бұлай жазылып тұрады. Файлдың аттарымен. Так, тексереміз. Бірінші менюға енгіздік. Nav cabinet деген тайтл бердік. Потом навигацияға енгіздік. Фрагмент аштық, енгіздік. Барлығы бітті. Енді тек қана бір ғана нәрсе жасау қалды. Main activity'де осы навигацияны енгізу. Мына жерде порядок без разницы қалай енгізсек те. Главное сосы ID-да болса болды. r.id.nav cabinet. Так. Болды. Бір жаңа класс фрагмент енгіздік. Бізде енді навигаtion'де 3 меню емес, by default. Мына жерде енді 4 меню болады. Жарайды, запуск жасап тексеріп көрейік. Может, біз барлығы теория практика басқаша болып қалуы мүмкін, да? Ашылайын деп жатыр, қазір ашылсын. Вот, ашылды. Навигацияда запуск жасап болды. Мынау сол жақта кнопканы бассаңдар, мына жақта біздегі навигациядағы бағанағы менюдағы фрагменттер, сөздер көрінеді. Вот my cabinet деген бағаны енгіздік қой біз. Иконкасымен my cabinet дегенмен и home gallery деген сияқты. Мысалы біз homeға өткен кезде, басқан кезде homeға өту керек. Мына home фрагмент деп тұр. My cabinetке басқан кезде my cabinetке өту керек. То есть мынада бөлек фрагмент болып тұр. Home'да бөлек фрагмент болып тұр. Вот, inflator деген, фрагментпен мына layout'тың арасында связка. То есть осы layout'ты алады да, осы фрагментпен связка шығады. Activity'де бұндай жоқ. Activity'де set content view. То есть көрдің ба, Activity'ға бір ғана layout set content view жасалады да. Но солай жасалған дұрыс, короче. Ал фрагментте inflate арқылы по ходу сразу layout'тан өзгерте берсең болады. Үстіне қойып кете берсең болады. Но олай жасау нежелательно, бұлай жасауға болады. Ау? Can attach to root. Бұл пока керек емес қазір. Оны түсіндіруде қажет жоқ. Там уже ішіндегі настройкалардың ішінде. Так, мына жерде қараңдар. Сендерге білетін inflate мынаны түсінсеңдер болады. Контейнер не үшін қолданып жатыр? Attach to root false не үшін қолданып жатыр? View group деген не? Бұларды қазір түсіндіріп отырсам ұзақ әңгіме болып кетеді да. Бұларды қазір түсіну қажет жоқ. Пока что фрагмент қалай жұмыс істейді? Осы жерге жеттік па? Фрагментпен ары қарай жұмыс істеуді бастаймыз. Одан кейін тағы мынандай бір фрагментте мынандай прикол бар. Кішкене осы жерді түсіндіріп кетейін. Мысалы, text home'да өзгерткіміз келеді да. Связка қалай жасаймыз? Text view, мысалы text home дейміз. Мұнда уже text home find view by ID деген нәрсе істемейді уже. Find view by ID activity'де жасайтын да. Мысалы, find view by ID сразу жасап кете береді да. Өйткені бұл set content view арқылы жасалғанда activity'нің функциясы. А фрагментте уже через view жасалады. Прямой емес, через view. То есть view .find view by ID дейсіңдер. r.id.text home. Не үшін через view? Өйткені біздің layout пен осы класстың связкасы осы view арқылы жасалып тұр да. Осы view-дан бастап, одан кейін андай нелерді виджеттарды қолдана бастайсыңдар. Text home, там set text home, welcome to home, welcome деп қойсалайық. Деген сияқты осылай жасайсыңдар. И фрагменттің айырмашылығы осы жерде мұна view деп басталады. Кейін activity'да toast жасаған кезде, мысалы activity'nin пример келтірейін. Toast деген всплывающий просто окошко,
мына жерде мысалы бір сообщение жазамыз, message. This деген контекст, то есть осы окошкада ашыл деген сөз, this деген. Енді осы тоасты фрагментте қолданамыз. Фрагментте this дейтін нәрсе істемейді. Өйткені бұл окошка, home фрагмент өзіндігінен өзі телефонда жасалмайды. То есть өзімен өзі ашыламайды. Бұл какой-то бір активитимен связка болу керек та. Бірақ this деген нәрсе линк осы фрагментке жіберіп тұр ғой. А фрагмент дальше активитиге қалай жіберетінін білмейді. Сол үшін бұл жерде this емес, get activity деп аламыз. Get activity деген осы фрагменттің активитиін өзі шақырады да, и сол жерде шығарады месседжді. Кейбір проекттерде мысалы this деген сөзде ошибка болады фрагментте. Сол this деген сөзді көрген болсаңдар, егер фрагмент болса, get activity сразу өзгертесіңдер. Мысалы біз база данықты create жасаған кезде там SQLite дейміз да, потом new SQLite this дейміз связкада. Сол жерде фрагментте барлық уақытта get activity деп жазасыңдар. Тағы бір айырмашылық кішкене осында айырмашылықтары бар. Основной айырмашылықтар осы через view, через get activity. Тағы басқа варианттар болса, по ходу түсіндірем. Иә? Мысалы, мына жерде тоаста екеуінде де контекст беру керек. Мына жерде неге? Make text деген мына жерде не бізде конструктор ретінде тұр ғой. Конструкторда контекст беру керек, потом int беру керек та. Бізде char sequence пен int беріп тұрмыз. Get activity деп береміз. Мына жерде message жазамыз. Сообщение мына жерде окошқа қанша уақыты. Бізде екі ғана вариант бар, вроде. Басқа варианттарда бар. В основном short пен long деген қолданады. То есть short деген бір 2-3 секунд тұрады, long деген бір 6-7 секунд тұрады да, ұзақ жанып тұрады. Кейбір сообщениелер ұзақтау көріну керек қой, мысалы предупреждение болса, басқа нәрсе болса, ал өзгеріс жасалды дегенге short-та жетеді да. И short-ты өзгерте салып, бүйтіп show деп баса саламыз. Успешно деген оны 5-6 секунд көрудің қажет жоқ та. А вот типа сенің аккаунтыңда ошибка болды, немесе бір нәрсе өзгеріс болды деген ұзақтау сообщениеде long жасау керек. Енді фрагменттен мысалы основной мына жердегі дизайнды қалай өзгертеміз. Ең бірінші сұрайтын адамдар мына жердегі дизайнды қалай өзгертеміз. Мына жерде самый простой дизайн тұр да. Көрініп тұр ғой. Бұны өзгерту үшін main activity'да бірінші осының несіне кіреміз, layout'ына кіреміз. Layout ашылам дегенше мен жерді Android'қа өзгертіп алайын. Мына жерде тұр. Осы код арқылы мына жерде сборка жасаған. Енді бұл жерде тағы бір түсіндіретін нәрсе бар. Include деген сөз бар. То есть бір layout'тың ішінде келесі layout'ты қолдану үшін include дейтін keyword'ты қолдансаңдар болады. То есть мына жерде тек қана navigation view ғана деген ғана не тұр да, дизайны тұр да. Бірақ біз include деп app bar main деген layout'ты қолданып жатырмыз. То есть бір layout'тың ішіне екі layout'ты қолдануға болады. Бір layout'тың шаблон жасайсың, мысалы басқа layout'тарда соны қолдану керек болса, include дейсің да, сол layout'ты былай шағырастан болады. Осы жер түсінікті ғой? Более андай крупный дизайн жасайтын болсаңдар. App бар бізге керек емес, бұл основной. Бізге керегі меню емес, header layout. Мына header layout'ың ішіне кірсек, мына жердегі бетіндегі дизайн өзгертуге болады. Android Studio, анау деген болады. Аккаунт туралы информация бар, image, потом там mail деген сияқты да. Осы жерде мысалы, мына жерде Android Studio деген тайтл орнына бір адамның аккаунт жазайық, мысалы admin gmail.com деген сияқты. Осы жерде мысалы header'ды өзгертеміз. Потом маған қазір header'да бөлек цвет, астында ақ болып тұрған ұнамай жатыр да. Мен сплошной бір цвет жасағым келіп отыр осын. Сол үшін мына жердегі background дегенді алып тастаймын да, тек қана header'дағы background өшіп қалады. И общий бүкіліне бірдей дизайн беру үшін navigation view деген компонентке өзгертемін. Бұл бізде activity main'да. Осы жерге background қоямын. Сол кезде тек қана header емес, сплошной барлығы не істейді, бір цвет қылады да. Одан кейін осы жерде маған енді мына жерде тексттер не болу керек? Ақ цветке өзгеру керек та. Сол ақ цветке өзгеретінді жасаймыз қазір. Мына жақта icon tint деген бар, item text color деген бар. То есть иконкаларды ақ цветке өзгертеді, потом ішіндегі тексттарды ақ цветке өзгертеді. Осы екі настройканы осы жазамыз.
Бізде white color жоқ екен ғой, сол үшін ашып деп отыр. Біз енді white color ашамыз. Да, вот осылай үйреніп қалған просто. Так, white-ға өзгерттік. Біз енді қазір иконкалардың бар, тексттардың бәрі өзгеріп кету керек. Install жасап отыр екен әлі. Так, бұл запускта осылай болады. Егер бэкграундты басқа цветке өзгерткілерің келсе, мына жерде бэкграундта осы жерге түс берсеңдер болады, немесе сурет берсеңдер болады. Қазір сайт nav деген бізде градиент болып тұр, скорее всего. Яғни градиентпен жасалып тұр. Бастапқыда center color, end color, start color мен өзгереді. Енді анаума деген градиенттің дизайнның жұмысы да. И біздің меню былай сливаться етіп отыр. Ақ цветке өзгерді мына. Так, запуск жасап көремін. Запускта вот әдемі болып тұр. Машиналарға көрінбей тұрған шығар. Так, мына жерде бізде мынандай бір не болып тұр? Дизайнда біздің navigation drawer'ымыз жасыл болып тұр да, бірақ мына жақтағы action барлар фиолетовый болып тұр да. Екеуі екі түрлі болған, енді кішкене әдемі емес та ол. Сол үшін біз color primary дегенмен color primary dark дегенді қолданамыз. Ол үшін не істейміз? Сайт деген неге градиентке осы жерге сразу соны жазайық. Мына жерге через color өзгертеміз. Color primary дейік. End colorға color primary dark дейік. Center color бізде осы color primary өз. Так, мына жерде бізде welcome деген home page шықты. Енді navigation drawer менюді ашып көрсек, мынандай более-менее әдемі дизайнмен болды да, уже сливать етіп. My cabinet келген кезде басқа фрагмент кетеді, home'a кірген кезде басқа фрагмент кетеді.